Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қолөнер шебері. Тема сегодняшнего урока мастер ремесел. Балалар, бүгінгі сабақта біз мәтіннің мазмұнын түсінеміз және кім, қандай, не істеді деген сұрақтарға жауап береміз. Бүгінгі тақырыбымыздың жаңа сөздері, новые слова. Менімен бірге қайталаймыз. Повторяйте вместе со мной. Алқа, ожерелье, сандық, сундук, тоқу, вязать, бұйым, изделие, тері, кожа, түсір, снимать. Балалар, бірінші тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма бізде тыңдалым. Мәтінді тыңда, сұрақтарға жауап бер. Мұқият мені тыңдаймыз, балалар. Сосын сұрақтарға жауап береміз. Потом отвечаем на вопросы. Бүгін Анелдің туған күні. Балнұр қызыл моншақтардан алқа тоқыды. Балнұрдың алқасы әдемі болды. Алқаны Анелге сыйлады. Анел әдемі алқаны көріп, қуанды. Балалар, тағы бір рет оқимын, мұқият тыңдаңыздар. Бүгін Анелдің туған күні. Балнұр қызыл моншақтардан алқа тоқыды. Балнұрдың алқасы әдемі болды. Алқаны Анелге сыйлады. Анел әдемі алқаны көріп, қуанды. Балалар, мұқият тыңдап алсақ, енді осы мәтін бойынша берілген сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ, Балнұр оған не сыйлады? Дұрыс жауабы, Балнұр оған алқа сыйлады. Балнұр бұйымды неден жасады? Балнұр бұйымды қызыл моншақтардан жасады. Балнұр нені үйретті? Балнұр алқа жасауды үйретті. Ол моншақтардан не тоқи алады? Ол моншақтардан алқа тоқи алады. Балалар, екінші тапсырма оқылым. Мәтінді оқы. Читайте текст. Нағашы атам қолөнер шебері. Мой дедушка мастер ремесел. Ол кісі теріден қамшы тоқиды. Он плетет из кожи кнуты. Атамның қамшылары көрмеде тұр. Кнуты моего деда выставлены на выставке. Атам туралы кино түсірді. Сняли кино о моем дедушке. Менің де шебер болғым келеді. Я тоже хочу быть мастером. Балалар, мәтінді түсінсек, келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма, балалар, жазылым письменно. Пишем тетрадь, дәптерге орындаймыз. Балалар, төртінші тапсырма бойынша сіздерге төменде керекті сөздер берілген. Әлібек, ақылды, тоқиды, Саша, тартады, қолөнер, жасайды, еріншек, түсірді, үйретті, нағашы атам, күміс, бояды. Осы сөздерді, балалар, 3 бағанға бөліп жазамыз. Кім, кто, қандай, какой, не істеді, что делал. Ребята, вы должны вот эти нужные слова разделить на 3 столбика. Балалар, енді орындап болсаңыздар, өздерді тексеріңіздер. Кім? Кім деген сұраққа жауап беретін бала бізде? Әлібек. Кім? Саша. Кім? Нағашы атам. Қандай? Ақылды. Қандай? Еріншек. Не істеді? Тоқиды, тартады, жасайды, түсірді, үйретті, бояды. Балалар, бағанағы сөздердің ішінде бізде артық сөздер бар. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі тақырыпты түсінді деп ойлаймын. Сау болыңыздар.